Мандарин салатын дайындаймыз. Дастарханыңыздың көркі болатынына мен сенімдімін. Ең алдымен начинкасын дайындаймыз. Ол үшін тауықтың етін кубиктап, майдалап турап аламыз. Теркадан өткізілген жұмыртқаны, қайнаған жұмыртқаны және де сырды қосып, бір зубчик чеснокты теркадан өткізіп, қара бұрыш, тұз қосып, майонезбен жақсылап араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді қайнаған және де теркадан өткізілген сәбізді, оған да тұз қосуды ұмыт кетпеңіздер, өйткені дәмсіз болып қалуы мүмкін. Тұз қосып, пищевой пленканы астына қойып, осылай сәбізімізді, одан соң начинкамызды қосып, осылай формасына келтіреміз, мандариннің формасына. Және де қисық болып, басқа болып жатса, қолыңызбен формасына келтірсеңіз болады. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Сіздердің қонақтарыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, белсенділік танытып отырыңыздар. Алда әлі талай керемет рецепттерді шығаратын боламын. Баршаңызға рахмет, сіздермен бірге болған Таңшолпан. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Менде осындай 12 штук мандарин шықты.